Қант жай ғана тәтті емес, бұл ғасыр дерті. Сіз күн сайын қанша қант жейтініңізді білесіз бе? Ал оның шын мәнінде неге қауіпті екенін ешкім айтпайтынын білесіз бе? Бұл видео Гарри Таубстың «Қант туралы ащы шындық» баяндалған кітабына негізделген. Біз шынайы фактілерге сүйене отырып, қанттың зиянын, тарихын және сізге келтіретін нақты қауіптерін талдаймыз. Қант 21 ғасырдың темекісі. Автор қантты жаңа темекі деп атайды. Себебі темекі сияқты ол да тәуелділік тудырады, бірақ жасырын түрде. 1960-1980 жылдары қант компаниялары өз өнімдерін ақтап қалу үшін ғалымдарға ақша төлеген. Сол арқылы майды басты кінәлі етіп көрсеткен. Нәтижесінде адамдар майдан қорқу дәуіріне өтті, ал қант жаппай тұтыныла бастады. Кітапта айтылған дерек: 1915 жылы америкалық адам жылына орта есеппен 15 кг қант тұтынса, қазіргі кезде бұл 60-70 кг жеткен. Қант пен аурулар арасындағы байланыс. Таубс ғылыми зерттеулерді келтіре отырып, қант семіздік, диабет, жүрек қан-тамыр аурулары, тіпті қатерлі ісікке тікелей себепкер болуы мүмкін дейді. Глюкоза мен фруктозаның ағзадағы әрекеті әртүрлі. Ең зияндысы фруктоза, өйткені ол тек бауырда ыдырайды және инсулинге әсер етпей-ақ ішкі мүшелерге май жинайды. Жануарларға жасалған зерттеулер көрсеткендей, фруктоза ішкен тышқандарда диабет, артериялық қысым және бауырда майлану екесе жиі кездескен. Қант миға әсер ететін зат. Қант дофамин бөлуге себеп болады. Бұл мида рахат сигналын тудыратын гормон. Сол себепті біз оны қайта-қайта жегіміз келеді. Бұл нағыз тәуелділік. Автор тіпті қантты миды қоздыратын заттармен салыстырады. Себебі оны кенеттен тоқтату ашушаңдық, бас ауруы, шаршау сияқты белгілерге әкеледі. Зерттеулерге сүйенсек, қант жеген адамның миы есірткі қолданған адамның миына ұқсас белсенділік көрсетеді. Қоғамдық қателік және маркетинг. Қант көптеген өнімге жасырын қосылады. Кетчуп, йогурт, нан, диеталық сусындар. Таубс былай дейді: біз қанттың зиянын толық біле тұра, оны саналы түрде тамаққа қосып отырмыз. Бұл қылмыс. Маркетингтік айла. Low fat, яғни майсыз өнім деп сатылатын тағамдарға одан да көп қант қосылады, яғни дәмді болу үшін. Балалар мен қант. Таубс қанттың ең қауіпті ететін нәрсе оның балаларға заңды түрде берілуі дейді. Бала кезден тәттіге үйрену ересек өмірде семіздік пен диабеттің алғашқы қадамы. Бір банка тәтті сусында 9 шай қасық қант бар. Бұл баланың күндік нормасынан екесе көп. Қорытынды: не істеу керек? Қант улану емес, бірақ үнемі тұтынылса, баяу өлтіреді. Таубстың кеңесі: қантты толық алып тастау міндетті емес, бірақ табиғи қантқа көшу, яғни жидек, жеміс. Ең бастысы жасырын қант көздерін анықтау және оларды азайту. Сусындар мен жарнамаланған пайдалы өнімдерден бас тарту. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліңіз. Осы кітапты толық оқуға кеңес беремін.